Selam kızlar. Bugün biz tvorожный пирог dayındayımız. Жомыртқамен қантты жақсылап араластырамыз. Onun üstüne sütümüz ve mayamızı қосып араластырамыз. Onun қопсытқышты араластырамыз. Содан кейін дайын болған соң формамызға құямыз. Енді сүзбе мен қант, сосын жүгері крахмалын қосып брендерлеп аламыз. Енді видеодағыдай массамыздың үстіне орналастырамыз. 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, ас болсын.